Домбыра мұнша шешем болдың неге, күй толған көкірегің шешіреме? Сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағым тиіп кетсе ішегіне. Ассалаумағалейкум қадірлі өнер сүйер ағайын. Армысыз құрметті әлеуметтік желідегі көрермен. Біздің қазақ халқының өзге халықтардан ерекшеліктерінің бірі, ол өзінің дәстүрлі ұлттық музыкасының тарих сахнасында салтанат құруы. Атадан балаға мирас болған сазды күйлерді қастерлеп, көненің көзіндей сақтап, оны қымбат қазынамызға айналдырып келеміз. Бұл күйшілік мұра ғасырдан ғасырға іріктеліп, сұрыпталып, түрленіп жеткен халықтың өзімен бірге дамып, қалыптасып отырған ата дәстүр. Осындай ұлы өнердің рухы мен қаны мен жанында күй ойнаған ұлтымыз тума таланттарға кенде болмаған. Сондай дарын иелерінің бірі қазақтың күй өнерінде өзінің өшпес ізін қалдырған күйші композитор Дина Нұрпейісованың биыл туғанына 160 жыл толып отыр. Ендеше ақындар мен батырлардың, күйшілер мен әншілердің киелі мекеніне айналған рухы асқақ жер жанаты Жетісу өлкесінің өнер ұжымы Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясы Дина Нұрпейісованың 160 жылдық мерейтойының құрметіне Шығыс Қазақстан облыстық мәдениет басқармасының Ертіс концерт коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының жолдаған онлайн челленджін қабыл алып, Тайжан Қалмағанбетов атындағы Жезқазған филармониясына жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.